Бақа туралы хикая. Баяғы бір заманда ұл бала өмір сүріпті. Анасы оған күн сайын түскі уақытта кішкентай кесе сүтпен бір үзім нан беретін. Бала аулада отырып, қарапайым асын ішкенде, кішкентай бақа қабырғадағы жарықтан секіріп шығып, басын кесеге тығып, сүтті ішетін. Балаға бақамен бірге тамақтағаны қатты ұнайтын. Кесесін жерге қойғаннан кейін, бақа өзінің інінен шықпаса, ол бақаны шақыратын. Бақа, бақа! Тезірек шық, нан мен сүтінді іш. Бақа мұны ести сала жүгіріп келіп, баламен бірге сүт ішетін. Бақа алғысын білдіру үшін құпия қазынасынан гаухар, інжу және алтыннан жасалған сыйлықтар әкелетін. Бала бақамен достасып, оның ең жақын досы болды. Олар осылай бақты жасады. Күн өткен сайын бала өсіп, күшейе түсті. Бір күні ол кішкентай қасық алып, бақаның басынан ақырын қағып, «Балақай, көп іш» деді. Анасы терезеден қарап, баласының сөзін естіді. Аулаға шықты. Бақа сүт ішіп отырғанын көрді де, ашуланып бақаны басты. Сол сәтте бақа өліп қалды. Содан бері балада досы болмады. Ол тамақ жегісі келмеді. Қызыл жүзі бозарып кетті. Денесі күннен күнге жүдей берді. Көп ұзамай түнде үкінің даусы шықты. Бала өлді. Көрші ауылда бір кішкентай қыз жіп иіріп, жерге көк жібек орамал жайып қойды. Бақа қабырға жарығынан секіріп шығып, орамалда ойнай бастады. Қыз мұны көріп, қатты қуанды. Көп ұзамай бақа секіріп кетіп, қайта оралды. Бақа оған кішкентай алтын қалпақ әкеліп, орамалдың үстіне қойды. Қыз мұны көріп, бақаны қуып жіберді. Ал алтын қалпақты орамалға орап, қалтасына салып қойды. Бақа көк орамалсыз мұңайып кетті. Ол бұрышта секіріп, басын қабырғаға ұрай берді. Біраз уақыттан кейін бақа өлді. Қыз ойлады. Бақаның алтын қалпағын және орамалды тартып алмауға керегін түсінді. Егер ол олай істемегенде, бақа оған інінен және көптеген қазына әкелетін еді.